Республикалық ауыл партиясымен бірлесіп қолға алынған аграрлы Қазақстан бағдарламасының кезекті санын түсіру мақсатында бүгін біз тарихы терең Бәйдібек ауданына ат басын бұрдық. Бағдарлама барысында халықтың әлеуметтік экономикалық ахуалы, тұрмыс тіршілігі, шаруа мен бағбанның жайы, туризм мен экономика, медицина мен білім, жалпы бір сөзбен айтқанда Бәйдібек ауданында бүгінгі атқарылып жатқан жұмыстарға толыққанды тоқталып өтетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Гиннестің рекордтар кітабына енген байсары қошқары мен етті қара сиыры, дуадақ құсы мен таңбалы тас, Боралдайдың тұтты бұлағы мен тұмса табиғат. Бұның барлығы ел мақтанышына айналған Бәйдібектік брендтер. Бәйдібек қасиетті орындар мен көне аңыздар, тарихи ескерткіштер мен тұмса табиғаты бар киелі мекен. Аудан Қарт-Қаратау қойнауында жатыр. Жергілікті халық төрт түлігін өргізіп, егін шаруашылығын дамытып келеді. Жұрт берекені көктен емес, еткен еңбегінен тілейді. Тынымсыз тірліктің арқасында биылғы жылдың 7 айында өңірлік өнім көлемі 36,2 миллиард теңгеге жетіп, өсім 10,3%-ды құрады. Жалпы өңірлік өнімінің 43% ауыл шаруашылығының еншісінде. Бәйдібек ауданының жер көлемі негізінен таулы аймақта орналасқан. Соған қарамастан егін шаруашылығы қарқынды дамып келеді. Шаруалар биылғы жылы 112 гектар жерге дәнді дақылдар сепкен. Атап айтқанда бидай, арпа, мақсары өнімдері егілген. Ауданда асыл тұқымды мал саны да артып келеді. Әсіресе етті және сүтті ірі қараға басымдық берілуде. Мал бордақылау алаңдары ет экспортының әлеуетін арттыруға негіз болып отыр. Биылғы жылдың 7 айында ауыл шаруашылығы саласында 154 миллиард теңгенің өнімі өндірілген. Кең дала бағдарламасы аясында көктемгі дала жұмыстарына 64 өтінім бойынша 2 миллиард 213 миллион теңгеге қаржыландырылып отыр. Үлкен инвестициялық жобамыз жүзімдік ветропарк, жел электр станциясы дейді ғой. Сол электр станциясының құрылысы басталғалы жатыр. 5000 гектарға Қытай инвестормен бірлесіп мақта егілді биыл 700 гектарына тамшылатып суарумен. Ол жерге мақта және май заводы салынатын болады. Бәйдібек ауданында өнеркәсіп өнімінің көлемі биылғы жылдың 7 айында 691,6 миллион теңгеге орындалып, былтырғымен салыстырғанда 29,9% артып отыр. Негізгі капиталға 18,4 миллиард теңге инвестиция тартылған. Ауданда шетелдік инвестор Шейх Халифа әлемде сирек кездесетін дуадақ құсын өсіріп отыр. Ренеко Қазақстан жекеменшік мекемесі арнайы тұқымбақта дуадақ құстарын өсіріп, құстарды бетпақталағы еркіндік төсіне жібереді. Бұл тұқымы құрып кету алдында тұрған құс санының артуына негіз болып отыр. Онда жергілікті азаматтар еңбек етуде. Енді құс өсіруші мамандар жергілікті жерде оқытылып жатыр. Аудандағы нөмір 19 колледж жұмысшы мамандықтар жылына орай 2 бірдей мамандық ашқан. Оның бірі агрохимия мамандығы. Бұл мамандық Қазақстан бойынша 2 институтта ғана бар, ал екіншісі құс ветеринарлары. Бәйдібек ауданы Боралдай ауылдық округі, Жыланды елді мекеніндегі Шаян индустриалды аймағы. Жалпы аумағы 63 гектарды құрайды. Оның 18 гектарына инфрақұрылым жүргізілген. Қазіргі таңда индустриалды аймақта жалпы құны 800 миллион теңгені құрайтын Рамита жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмыс істеп тұр. Онда травертин тасы, кірпіш және қиыршық тас өндірісімен айналысатын өңдеу кәсіпорны. Дәл сол кәсіпорында 44 адам жұмыспен қамтылған. Сондай-ақ аудан орталығы Шаян ауылынан жаңа индустриалды аймақ құруға 50 гектар, ал шағын өндірістік алаңдар салуға 8 гектар жер және Жамбыл ауылдық округінен мал сою бекеті мен ет өнімдерін өңдейтін аймаққа арналған 20 гектар жер учаскесі белгіленіп, мемлекеттік акт алынды. Қазіргі таңда ниет білдіруші кәсіпкерлермен келіссөздер жүргізілуде. Ақбастау ауылдық округінде орналасқан корпорация Ернұр жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмыртқа бағытындағы құс фабрикасын ашуды жоспарлауда. Жобаның құны 7,6 миллиард теңге. 75 адам жұмыс табады. Сонымен қатар серіктестіктің мал бордақылау алаңы және тәулігіне 100 тонна өндіретін құрама жем зауыты. Жобаның құны 7,4 миллиард теңгені құрайды. Бүгін ауылдық округінде орналасқан Аманат Агрохилдинг жауапкершілік шектеулі серіктестігі қуаттылығы 50 мың тонна құрайтын мақта өңдеу зауытын ашу жоспарлап отыр. Жоба құны 6,4 миллиард теңгені құрайды, ал жұмыспен қамтылатындар саны 150 адам. Бәйдібекте жедел электр энергиясын өндіретін қондырғылар да орнатылмақ.
Ауданда 112 гектар егістік жер игерілген болса, оның 2459 гектарына су үнемдеу технологиясы қолданылды. Атап айтар болсақ, 1978 гектар жаңбырлатып, 481 гектар жерге тамшылатып суару әдісі енгізілген. Нәтижесінде шаруалар су үнемдеп қана қоймай, жерден еселеп өнім алу және 2 рет егін егуді жоспарлап отыр. Аманат Агро Холдинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 710 гектар егістік жеріне тамшылатып суару әдісін енгізді. Асқартау шаруа қожалығы 500 гектар егістік жеріне Казкиоти жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арқылы, ал Медина 95 ауыл шаруашылық өндірістік кооперативі 80 гектар егістік жеріне ВНК ирригацион жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арқылы жаңбырлатып суару әдісі енгізіліп, қондырғылар орнатылды. Бір ғана Респект Нұр жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 336 гектар жерге жаңбырлатып суару технологиясын ендірді. Жалпы 9 дана өздігінен жүретін қондырғылар орнатылды. Арнайы жер асты құдығы қазылып, су жинау бассейні орнатылған. Құрылғылар компьютер арқылы басқарылады. Қажетті су мен дәрумендер бір жерден беріледі. Бұл ылғалдылықты сақтап, өнімді арттыруға негіз болады дейді диқан. Түркістан облысында жалпы асыл тұқымды қой санының үлесі 13% немесе 581 мың басқа жеткен. Асыл тұқымды мәртебесі бар 850 агро құрылым жұмыс істейді. Соңғы 10 жылда мал шаруашылығы саласында санға емес сапаға мән беріле бастаған. Соның бірі Бәйдібек ауданы Бөген ауылдық округі Жеңқұм ауылындағы Нұрболат шаруа қожалығы. Қожалық 2008 жылы асыл тұқымды қой шаруашылығы мақсатында құрылған. Шаруашылық қойдың басын өсірумен қатар сапасын арттыру үшін асылдандыру ісіне де күш салып келеді. Әке көрген Оғжанар демекші, кенжелі жастайына әкенің қасында жүріп, малдың қыр-сырын жетік меңгеріп алған. Оның бала күнінен төрттілікке деген қызығушылығы үлкен жетістіктерге жеткізді. Нәтижесінде Гиннестің рекордтар кітабына енген Байсары атты асыл тұқымды қой тұқымын өсіруге ден қойды. Қазір 1500 бас аналық, 800 бас таза Байсары қой тұқымы бар. Басқа қойларға қарағанда бір жылда 3 есе салмақ қосады екен. Елімізде еттілігімен ерекшеленетін Байсары тұқымды ең үлкен қошқардың салмағы 231 келі тартқан. Қазақстан қылшық жүнді қойынан Еділбай тұқымын, Тәжікстаннан Гисары тұқымын, Қырғызстаннан кейін Ауғанстаннан қошқар әкеліп қосып, Байсары деген жаңа тұқым шығарды. Бұл еліміздегі ең соңғы жаңа қой тұқымы 2023 жылы ресми патенттеп алған. Байсары қой тұқымы күннің ыстығына да, суығына да төзімді, кез келген климатқа тез бейімделеді дейді шопан. Байсары қой тұқымы негізі 3 типтен тұрады. Бірінші осы қызыл түрі. Негізі қызыл түрі бізде Жамбыл облысы, Алматы облысында өсіріледі. Түркістан облысында қара түрі. Үшінші түрі бури деп айтады. Қара мен қызылдың ортасындағы 3 типтен тұрады. Бұл қойлардың ерекшеліктері неде дегенде, бұлар біріншіден салмақты өте мықты береді. 5-6 айында 25-30 килоның ортасын салмақ береді. Тез ет жинайды. Одан кейін бізге пазбиш дейді ғой, жайылымы өте ыңғайлы. Бәйдібектің балығы да брендке айналып келеді. Шоқталап шаруа қожалығы үлкен Бөген өзенінің бойына 2 гектар жерге 2 жасанды көл қазып, сазан балығын жіберген. Қожалық төрағасы Бақыт Омарбеков зейнеткер. Байырғы ұстаз қол қусырып қарап отырмай өзінің шаруашылығын жүргізіп келеді. Жеңілдетілген несие алып, Атамекен палатасы іс бастауына қолдау көрсеткен. Жасанды көлде су тоқтаусыз ағып тұрады. Жасанды суда балықтар өсіп, биыл өнімге келгелі отыр. Алдағы уақытта арнайы орындар ашып, балықшыларға балық аулауға да мүмкіндік жасамақ. Аудандағы 50 елді мекеннің 48 немесе 98,9% ауыз сумен қамтылған. 2024-2025 жылдар аралығында Ақбастау елді мекендегі пайдаланымдағы ауыз су жүйелеріне қайта құру жұмыстары жүргізілді. Оған қоса Шаян, Жамбыл, Таңатар елді мекендерінің арасындағы магистралды су құбыры мен су тазарту қондырғысын қайта құру жұмыстары жүргізілді. Одан бөлек 10 елді мекеннің ауыз су жүйелеріне ағымдағы жөндеу жұмыстарына облыстық бюджеттен тиісті қаржы қаралды. Қазіргі уақытта аудандағы 50 елді мекеннің 36-сы табиғи газбен қамтылып, елді мекендердің газбен қамту көрсеткіші 72%-ді құрады. Ағымдағы жылы Бәйдібек ата елді мекенін газдандыру жұмыстары жүргізілуде.
Оған қоса 6 елді мекенге Қаратас, Тұрақты, Ақжар, Жұлдыз, Жарықбас, Алмалы елді мекендеріне облыстық бюджеттен қаржысы беріліп, мемлекеттік сатып алу конкурсы өткізілді. Жыл соңымен Бәйдібек ата елді мекенінің құрылысы жұмыстары аяқталып, 37 елді мекен табиғи газбен қамтылатын болады. Қалған 6 елді мекеннің құрылысы 2026 жылға өтпелі. Ауданда автомобиль жолдары мен елді мекен көшелерінің ұзындығы 980,5 шақырымды құрайды. Ағымдағы жылы ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 2 елді мекендегі жалпы ұзындығы 12,4 шақырымды құрайтын 10 көшенің жөндеу жұмыстарына қаржы қаралды. Бүгінгі таңда мердігер мекемелер анықталып, асфальт салу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ауыл шаруашылығына бейімделген аудан. Қазір мал шаруашылығы болсын, егін шаруашылығы болсын, кәсіпкерлік болсын дамып жатыр. Ауданда қазір көп өзгерістер бар. Атап айтқанда біздің енді газ, свет, су, халықтың әлеуметтік жағдайы қазір толық қамтылған. Бүгінгі таңда мінекей әр еңбеккер, әрбір жаңа еңбек күніне байланысты қазір еңбек адамы деп отыр ғой. Соның құрметі ерекше болып жатыр. Аудандағы медицина саласында да атқарылып жатқан жұмыстар ауыз толтырып айтарлықтай. Ауылды жерлердегі емханалар жаңғыртылып, заман талабына сай құрылғылармен жабдықталған. Аудандық ауруханада арнайы диагностикалық жылжымалы кешенде бар. Ауылдарды аралап, халық денсаулығын жақсартуға негіз болып отыр. Алмас Алтынбеков аудандағы ең жас дәрігерлердің бірі. Хирург-ревматолог Қарағандыда жоғарғы оқу орнын бітіріп ауылға келген. Ондағы мақсаты жерлестерінің денсаулығын жақсарту. Жас хирург отаның барлық түрін жасайды. Оған қажетті құрылғылар мен медициналық жабдықтар жеткілікті. Жұрт бұрынғыдай облыс орталығына сауылмайды. Аудандық ауруханада сынамаларын тапсырып, тиісті сараптамадан өтеді. Қажетті КТ-дан бастап медициналық құрылғылардың барлығы бар, әрі заманауи дейді жас маман. Өт тас ауруынан бастап травматологиялық бұғана сыну, ұршық сыну, сан сыну сүйектерінен, мысалы соларға спица қою, темір қою, солардан бастап бүкіл нейрохирургиялық операцияларда жасалынады бізде. Аудандағы 50 мектептің 45-і типтік, 4-еуі ыңғайластырылған және 1-еуі жекеменшік мектеп болып табылады. Апатты жағдайдағы және үш ауысымдағы мектептер жоқ. Бәйдібек аудандық білім бөліміне қарасты 7 мектеп реновация жобасы бойынша 4 мектеп күрделі, 3 мектеп ағымдағы жөндеуге жоспарланған. Ағымдағы жылы Шаян мектеп лицейі, Ерубаев атындағы жалпы білім беретін мектеп құрылыс жұмыстары аяқталды. Майбұлақ мектебі 2026 жылға жоспарланған. Сонымен қатар 8 мектепте ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Мектепке дейінгі 46 үйімі 3 пен 6 жас аралығындағы 2851 баланы тәрбиелеуде. Балаларды балабақшамен қамту көрсеткіші 100%-ды құрайды. Бәйдібек ауданында ықылым замандардан сыр шертетін тарихи орындар мен таңбалы тастар өте көп. Соның ең негізгісі Бәйдібек би баба кесенесі. Бәйдібек аты аңызға айналған батыр, қолбасшы және әділ би болған. Дұшпанға қарсы көшпелі ру тайпаларын басын біріктіре білді. Бүкіл қазақ халқына ортақ тарихи тұлға ретінде танымал. Баба кесенесі жанында Қосана кесенесі де бар. Бәйдібек бидің әйелі Нұрила ел арасында домалағаны ретінде танылған. Ол даналық, адалдық пен аналық қасиеттерінің символына айналды. Қазақ ұлтының абыз анасы ретінде ерекше құрметтеледі. Аппақ Ишан медресесі 19 ғасырдың басындағы ең танымал сәулет ескерткіштерінің бірі. Қазақстандағы ең ірі оқу орындарының бірі болған. Кешен 32 бөлмеден тұрады. Сәулеті бұқаралық кескінге келеді. Мешіт пен медресе бар. Онда дәрісхана мен 2 қызметтік 2 бөлме бар. Мешіт күмбезі ерекше көрініс береді. Басы Қаратау сілемдерінен басталатын, жағалауы кезінде қалың нумен көмкерілген Арыстанды, Бестоғай, Шаян, Сасық, Үлкен бөген, Бала бөген, Қошқарата, Боралдай өзендерінің бойлары ерте заманнан мәдениеті өркендеген, шаруашылығы өскен елді мекендер, шағын қорғандар құрылысы дамыған алқап. Қостыраның ішіндегі ең үлкен тұра, етегінен басталатын бір бастаудың суы жер асты арқылы қалаға келтірілген. Судың шығып жатқан жері қазіргі таңда Теректі әулие деп аталады. Ішіне 1000 атты әскер сиіп кететін Ақмешіт үңгірі ғасырлардан үн қатады. Қыста жылы, жазда салқын, үңгірдің ішінде тамшылап су ағып тұрады. Таласы өскен талдары мен қатпарлы тастары еріксіз көздің жауын алады. Боралдай тауларында көне заманның ізі болған. Жартас бетіндегі петроглифтер бізді қола дәуір мен ерте темір ғасырларына сапар шектіреді. Тасқа қашалып салынған суреттер Қазақстанның ең көне жәдігерлерінің бірі болып саналады.
Ал Сырдария Түркістан өңірлік табиғи паркіне қарасты Боралдай филиалы тұмса табиғатымен сирек кездесетін аң құстарымен ерекшеленеді. Бәйдібектің брендіне айналған Тұттыбұлақ сарқырамасы маңынан аспалы көпір салынбақ. Тау шыңында жүріп, шатқалдар мен құзды шыны көпір арқылы тамашалауға мүмкіндік туады. Шетелдіктер қаржыландырылатын жоба елімізде экстремалды туризмнің дамуына негіз болмақ.